Бүгін біз үй жағдайында бауырдан кебаб жасаймыз. Видеоға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бауырды сыртындағы пленкасынан жақсылап тазалап аламыз және сопақшалап тураймыз. Үстіне тұз, кориандр, қара бұрыш салып араластырамыз. Қалауымызша паприка және сарымсақ қоссақ та болады. Малдың іш майын алып, бауырдың бір бөлігін салып, жақсылап, тығыздап ораймыз. Мен бүгін 2 түрлі жасаймын, ал қалған бауырды 4 бұрыштап тураймыз. Және бір бауыр, бір май, бір бауыр, бір май ретімен кезектестіріп, таяқшаға саламыз. Жаңағы іш майға ораған бауырымызды рулет сияқты кесеміз. Таяқшамызға майымыз ашылмайтындай етіп, кезектесіп саламыз. «180 градус қызып тұрған духовкеде 20-30 минут пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.